Құрметті оқырман, Өмір Ай каналынан басқа да қызықты, әсерлі әңгімелерді тыңдағыңыз келсе, лайк басып, пікір қалдырып тіркеле кетіңіз. Өткен қыс шаруаға жеңіл болғандықтан мал күйлі, бие ішті болып, көктал қыстаған Құрман деген атаның ауылы жылдағыдан жайлауға ерте шығып еді. Екі ауылына елдің жайлауы Саумал көлге жағалай ауылдар қонып, былтырғы жұрттарына үй тігіп, көп ұзамай бие де байлады. Қыстай бір-бірімен араласпаған ағайындар сағынысып, қашаннан астас, тойлас болған әдеттерінше бір ауылды бір ауыл иірулікке шақыра бастады. Боз балалар аралап қымыз ішеміз деген болып, тәуір киімдерін киіп, жақсы аттарын мініп, қызды ауылды қырындап жүрулері көбейіп, балалар да асау тайларын үйретпек. Бір күні түс кезінде көлдің жел жағынан шаңдатып шауып келе жатқан бір орыс, бір қазақ көрінді. Балалар қашып үйге тығылып, үлкендер бұл екеуі қайда тоқтар екен деп тұрғанда, барды да Бекжан деген ауылнайдың үйіне түсті. Жарты сағат болмай-ақ сол жайлаудағы елге ертең-ерте осы жерге крестьянский начальник келеді деп мағлұм болды. Әлгі екеуінің бірі стражник, бірі поштаба екен. Төренің алдынан үй тіктіріп, лау байлатып, қой сойдыруға шыққан. Ол түні ауылнай выборнайлар ұйықтамастан қызметінде болып, таңертең ауылдан оқшауырақ жерде тігіліп қалған бір ақ үй, бір қоңыр үй көрінді. Сәске кезінде қоңыраулатып пәуескемен төреде көрінді. Алды артынан етектері далиып, жалпылдап шапқан қазақтар мен даярлаған үйге келіп тоқтағанда, мойындарына шынжырлы знак таққан ауылнай билер неше мәрте шұлғып, қошаметпен тақсырлап үйге кіргізді. Сол арада жұмысы бар, жоқ болса да тамашаға жүздей кісі жиналып қалған еді. Халықтың қазіргі әңгімесі, начальник не жұмысқа келді екен. Бәлки, биылғы сатып алдының арызы шығып қалған болар ма десті. Бағзылары жоқ, оның үшін неге келсін. Мәмбеттің болыстығын өзіне әперу келген шығар. Деп әрқайсысы өз ойындағысын айтып даланы бастарына көтеріп, гүрілдесіп отырғанда маңдайынан тер шығып, бөркін қолына ұстап үйден Бекжан шықты. Жұрт бұған қарап, қалай ауылнай? Төре қызметке разы ма, не жұмыспен келген екен? Деп сұраған соң ауылнай айтты. Әлхамдулилля, өзімді бек мақтап, қолымнан қайта спасибо деп ұстады. Шыққан жұмысы бұл жерде емес, Қарасу станциясындағы Хахол қаласына барады екен. Мұнда қонақ болып, тынығып, кешке жөнеледі. Өзі бек рақымды кісі көрінеді, шаруа қалай, ел арасы тыныш па? Деп хамасын сұрады. Анау күнгі Көтібайдың мені боқтағанын айтқаным жоқ, оны айтқанда бәлеме болатын еді, не қылайын? Хасеннің көңіліне қарадым. Және де төренің бір жат хабары, сол, Қазақтан солдат алынбайды, бірақ мұжықтар секілді қала болам десең, 15 десятина жер берілет деді. Егін салыңдар, школ ашыңдар, ұлықтарыңды сыйлап, бұйрықтарын орнына келтіріңдер деп насихат айтты. Бекжан начальниктен тағы естігенін сөйлей бастағанда, әлгі топтанып отырған халыққа бір жігіт шауып келіп. Сүйінші, Сәрсеке. Шолпан жеңге аман есен босанып тақия тігіп беретін тапты деді. Сол уақытта жастар Сәрсеке деп үлкендер. Сәрсенбай, қуаныш қайырлы болсын, Алла ұзағынан сүйіндірсін, әйел бала демеңіз десті. Сәрсенбай, жоқ олай демеңіздер, мен қайбір ұл қыз таңдайын деп жүрген кісі деп орнынан тұрып, атына мініп үйіне қайтты. Сәрсенбай ешбір ғылым оқымаған момын, мал баққан кісі еді. Атасынан артық дәулет қалмаса да, берірек келген соң малы да жақсы болып, жылқысы 100-ден асып, 200-300 деп қойда бітіп, қатардағы малды үйлердің біріне қосылып еді. Бірақ мал жағынан көңілі хош болса да, Сәрсенбайдың жамағаты қалампыр ғұмырында бала көтермей, бұл екеуі балаға мұқтаж еді. Сәрсенбай бағзы уақытта өзі де, һәм жаны ашитын жақындарының сөзімен де бала үшін бір тоқал алуды ойласа да, қалампырдан аса алмай, әне-міне деп жүруші еді. Бір күні бір мәжілісте отырған уақытта бір құрдасының қымыз ішіп қызып отырып. Әзілмен болса да, шынымен болса да сөз арасында, әй, қубас. Сонша малды айдап жүріп, дұрыстап зекет бермейсің, қажыға бармайсың, кім үшін жинап жүрсің? Ақырында,
Қалампырдан қорқып, тоқалды алмадың деген сөзін естіп, ол күні үйіне бек мұңайып келіп, қатынымен сөйлеспестен жатып қалып еді. Ертеңіне ауылындағы бір екі ағайындарын шақырып алып, «Міне, мен сіздерді шақырғаным, үмітсіз, шайтан деген, мал бітпес жігіт болмас, құрарына қара, бұл таппас қатын болмас, тұрарына қара» деп, бұл уақытқа шейін сабыр етіп едім. Енді мен болсам 40-тың екеуіне келдім. Қалампырда биыл 33-те. Қатыным, пайғамбардың сүннәті ғой, сен де рұқсат бер. Ағайыным, сіздер осы жұмысты қолға алыңдар, міне, біраз қанағат бар ғой. Мен енді бел байладым деп ақырғы сізін мағлұм етті. Қалампыр қанша ұнатпаған болса да, бұл сапарда, Сәрсенбайда, һәм басқаларда бір ауызды болып сол жерде ақ уағда қылғанын көріп, іші суып, енді сөйлегенімен қолдан еш нәрсе келмесін біліп, қылсаңдар ықтияр. Әуелінде де мен тоқал алма деген жерім жоқ, маған несін айтасыңдар, деп түсі бұзылып үйден шығып кетті. Мұнан кейін көп уақыт өткізбей, Сәрсенбай бір қыз айттырды. Өздеріне 40 шақырым жерде Сайболат деген елде Жарас деген молланың бір ұл, бір қызы бар екен. Молла опат болған соң, қатынын бір жақын кедей әмеңгері алып, әлгі 2 жетім бала соның қолына шыққан еді. Сәрсенбайдың айттырғаны осы молланың қызы Шолпан еді. Шолпанның жасы 14-ке жетіп тұрған соң, Сәрсенбай малын түгел беріп келер жылында алып та қойды. Марқұм Жарас молла тірі уақытында Шолпанды өзі оқытып, Құраннан 2 шығып, азырақ хатты танып қалған еді. Қалампыр әр уақыт Шолпанды күндестікпен сөзімен де, қолымен де ренжітіп жүрді. Шолпан 17 жасқа келгенде, манағы Сәрсенбайдан топ ішінде сүйінші сұраған қыз бала тауып, Сәрсенбай 45-ке келгенде ғұмырында кірген. Баласы осы еді. Сәрсенбай зор қуанышта болып, шілдеханаға қанша қыз боз бала жиып, ойын ойнап, қыз бала демей, көпті шақырып той қылып, баланың есімін Жамал қойып еді. Жамал сағынып көрген баланың алды болған соң, ата-анасы қолдан келгенше әлпештеп өсіріп, жасы 9-ға жетті. Жамалды еркек балаша киіндіріп жүрген соң, білмеген кісі қыз деп ойламаушы еді. Қыз деп айтқан адамдарға ашуланып та қалған күндері болды. Бір күні Сәрсенбайдың үйіне ескі жолмен оқыған, дүниеде білмеген нәрселерім жоқ деп дұға қылушы бір шала надан молда келіп қонды. Молда тысқа шықпақшы болғанда, Сәрсенбай: «Жамалжан, тұр. Молданың кебісін сал, құман алып шық» деп жұмсағаннан кейін молда тыстан келіп отырып: «Бай, осы сіздің мырзаңыздың есімі қалай? Қыздың атын қойғансыз ба?» деді. Жамалды ер бала деп отыр екен. Сәрсенбай азырақ тоқтап тұрды да, күлімсіреп: «Тақсыр, мұның мәнісі бар, біз бастан киім кісі. Айымызда, күнімізде осы Жамал болған соң, өзімізді өзіміз алдап жүрміз» деді. Молда бұл сөзге түсініп біраз ойланып отырды да: «Сәрсеке, көңілге солай екені дұрыста ғой, ләкинде шариғатта балаға тұлым қою дұрыс емес. Және де бай қызы 9 жаста балиға болады. Соның үшін намаз үйретіп, оқытып, шашын да қойыңыз. Сіздің мұныңыз Алла тағаланың бұйрығына көнбеген секілді болады. Олай болғанда зор күнә табасыз. Бірақ оқытқанда хат жазып кетерліктей де оқытпаңыз, құсуса жәдид молдалардан оқытпаңыз. Не үшін десеңіз, олар әуелі дін, иман білгізіп, намаз оқытпай, иман шарт, бәдуәм, әптиек, кегірді бұлай қойып, орыстарша оқытып, орыстың ісін қуаттап, балаңды бұзат» деді. Сәрсенбай өзі надан, молданың өкшесі қисық деген кісі де күнәлі болады деп жүрген кісілердің бірі болғандықтан, тек молда есімін көтерген кісі болып, біліп, білмей айтса да, мынау шариғат деген сөзге көз жұмып нанушы. Сол себепті Алла тағаланың әмірі ғой, бұл молданың шариғаты да дұрыс екен деп, Жамалды қысша киіндіріп, шашын жіберіп, оқытуға да разы болды. Анасы өзі азырақта болса оқып, ғылым қадірін білген соң, бұл сөзге қарсы тұрмады. Сәрсенбайдың үлкен қатыны Жамалды жан тәнімен жақсы көргенсіп, тоқалдан туған қызды іші жек көріп тұрса да: «Ойбай молдеке, ол не дегеніңіз?
Жамал қарағым тым болмаса 15-ке келсін, сонда шашып қоярмыз деп өршеленген болды. Мұнан кейін кешікпей қызша киіндіріп, шашын өсіріп, бұрынғыдай ер бала деп көңілдерін жұбатқанды қойды. Манағы молданың насихаты есінде жүріп, бір күні Сәрсенбай қатындарымен ақылдасты. Ахметжанның молдасынан оқытуға 2 шақырым жерге Жамал барып келіп жүре алмайды. Онан да бір жастау молда жалдап алсақ қайтеді. Жамалдың себебімен ауылдың балалары да оқыр, зіміз малдың зекетін берерміз, ақысын ауылмен бірдей көрерміз деді. Бұған қатындары да һәм солай деп айтқан соң, ауылы да разы болды. 1-2 айдан соң жазғы тұрым уақыт еді. Бір күні ауылға бір шәкірт келіпті, молдалыққа тұрады екен дегенді естіп, Сәрсенбай соған сөйлесуге келді. Уфа медреселерінің бірінен оқыған шәкірт екен. Қазақ ішінде қымыз ішіп күзгі тәкселге қаражат жинап алу үшін мұғалімдікке шыққан Ғазиз есімді ноғай жігіт, жасы 22-лерде, ашық пікірлі, үсіл тағылымынан жақсы ғана хабары бар еді. 2 жылдай қазақ ішіне шығып, қазақтың сырын білгендіктен және де Сәрсенбайдың пікірін аңғарып сөйлескен уақытында өзін шіп-шикі ескі жолмен оқыған хадима етіп көрсетті. Себебі ол, аз уақытта мен бұларды түзей алмаспын, онан да бұларға хилаф келмей, өйтіп-бүйтіп қаражат жинап алайын деп ойлады. Сәрсенбай шәкіртке айтты. Өзіміз бір ауылда 7-8 үйіміз, 5 айға 25 сом ақша береміз. Сөзді ашып айтқан жақсы, мен өз басым малымның кірін беремін. Басқалар өзі біледі, ал кемпір-мемпір құлап қалса, өз талайынан деп күлді. Сол үйде осы ауылдың өз молдасы да отыр еді, соған қалжыңдап анау жерде отырған бір жігіт сөйледі. Біздің Қасен молдадай қанды қақпан болса, бұл молдада теріс болмас. Біздің молда Торқа бәйбіше мен Жаппардың баласы өлгеннен бері дәндеп күнде бір келе жатқан кісі болса, намазға шақыра, жүрме деп қарап тұратын болды деп үйде отырғандарды күлдірді. Біраз сөйлескеннен кейін, Сәрсенбай шәкіртпен келісіп үйіне алып қайтты. Уәделері бойынша мұғалімі Хәмән Сәрсенбайдың үйінде тұратын болып, Сәрсенбаймен бірге еріп келіп бір үлкен боз үйге кірді. Сол минутта ауылдың адамдары жиналып, қалампыр бәйбіше сабадан қымыз құя бастап, Сәрсенбайда Жамалға. Тұр қарағым, молдекеңе мал әкел, деп әмір етті. Жамал атасына бір қарап тысқа шығып еді, соңынан кешікпей Сәрсенбайда шығып, Жамалға ақырын сыбырлап айтты. Анау күнгі жамбасы құрттап жүрген көк қозын әкел. Үйге кіргізерде кескегін алып таста. Ұқтың ба деді. Жамал да, ұқтым деп жүгіріп кетіп, жарты сағат болмай айтылған қозы бата қылынып сойылды. Жиылып отырған кісілер мұғаліммен кеңесе бастап, үйдің жабығынан қыз-қатындар сығаласып тұр еді. Бір қатын, өзі қалай орыс сияқты ғой деп екінші қатын. Осы ноғайлардың шүлдірлеген тілі құрысын-ай деп, үшінші бір бой жеткен қызарақтап, ұрғашыға сүйкімді жігіт екен деп қалжыңдасып тұрды. Үйдегілер де уақытты босқа өткізбей, алды 5 аяқ. Арты 2 аяқ қымыз ішіп, молда, қайда оқыдың, дәрісің не, қай қаланыксің, затыңыз ноғай ма, башқұрт па, неше жасқа келдің? Атаң бар ма, бұрын қазақ ішіне шығып па едіңіз, жамағат бар ма? Деп үсті-үстіне керекті-керексіз сөздерді сұрап, мұғалімнің басын қатыра бастады. Әлі хасыл осы секілді мәжіліспен отырып, сойылған малдың етін жеп халық тарады. Екінші күні мұғалімге бір қос тігіп беріп, 10 шақты шәкірт жиналып оқу басталды. Бұл шәкірттердің 1-2 болмаса, басқалары бұрын ешбір қарып оқымаған еді. Мұғалім қанша ұсылжади тәртібіне оқытпақшы болып ойласа да, бала иелері. Молда, балаларға иман, намаз үйрет, бұрынғы молдалардың оқытқан кітабын оқыт, біздің балаларға сол жетеді, басқалардың керегі жоқ деген соң, лажсыз олардың тілегенін оқытты. Бұрынғы оқымаған балалардың ішінде ең зейіндісі Жамал болып шықты. Жамал осы майда 9-ға толып, 10-ға қарап еді. 1 ай өткеннен кейін, мұғалім Жамалдың зейініне қызығып Шолпанға айтты. Жамалды Ұсыл-Жадидке оқыта бастасам, аз уақытта хат жазып кетереді, бірақ бай ұнатпайды ғой деп. Шолпан тұрып,
Молдеке, біздің отағасының сөзін не қыласыз, ақырын оңашада жасырып хат жаздырып үйрете беріңіз деді. Мұғалім бұл жауапқа бек қуанып, сол күннен былай шәкірттер тарап кеткен соң, Жамалға күнде 1-2 сағат хат жаздырып үйрететін болды. 3,5 айда Жамал, мұғалімнің ыждағаты, өзінің өткір зейіні саясында хат танып, жазарлықтай болды. Мұғалім әпенді сол жолмен 5 ай оқытқанда, Жамал бек ғайбат болып, түрлі кітаптарды оқитұғын болып қалған еді. Сентябрьдің ақырында мұғалім Уфаға қайтып, Жамал да оқуын тоқтатты. Мұғалім Сәрсенбайдың үйінде тұрған уақытта Шолпан бір ұл перзент тауып, сол себепті аяғы құтта болды деп мұғалімді Сәрсенбай жақсы қаражатпен қайтарды. Сәрсенбай жаңа туған баласының есімін осы молдадай жігіт болып, өзі де молда болсын деп ғазиз қойды. Мұғалім қайтып кеткен соң Сәрсенбай енді бір молда ұстаймын деп ертең бүгінмен жүргенде қыста болып қалып, және де әркімнің енді жарар. Жамалды оқытпай-ақ қой, 12 пәнді түгел білсе де, әйел бала дәріс айтып елге бас болмас деген сөзіне Сәрсенбай айналып, тіпті молда ұстамай қойды. Ауылындағы басқалары әр қайсысының дәулеті шағын болғандықтан шамасы келмейтін болды. Жамалдың ғұмырындағы оқуы осы 5 айлық қана болып, хат жазарлықтан әрі аспай тоқтады. Мұғалім кеткеннен кейін Жамал хәммән қисса оқитын болып, атасы да тыңдаудан жалықпаушы еді. Үйге бір қонақ келіп қонса да: «Жамалжан, қонағыңа қызмет ет, қисса оқы, салың қайда, қыз жібегің қайда?» деп куә болып отырушы еді. Жамал да ерінбей қиссаларды басынан аяғына шейін оқып тастаушы еді. Жамалдың оқымаған қазақ қиссасы бек аз еді. Ел аралаған мелісші саудагерде нендей жаңа қисса болса, атасы оған шығынсынбай алып беруші еді. Жамалдың бір кішкене сандығын ашып қараған кісі: «Сал, қыз жібек, зарқұм, қисса, уақиға көр бала. Біржан Сал мен Сара қыздың айтысқаны, Ноғай мен қазақтың айтысқаны, Ақсұлу, Айман, Шолпан, Бойжігіт, Шәкір-Шәкірат, Ақмолда, Нұржан, Әубәкір молданың өлеңдері, һәм басқа сол секілді кітаптарды көрер еді». Жамал сол қиссалардың бағзы бір өлеңдерін жатқада біліп, бір ойынға бара қалса, Жамал өлең айт дегенде тартынбай айтып салушы еді. Осындай қиссаларды оқумен һәм ел ішіндегі айтып жүрген қыз боз балалардың өлеңдерін жазып алумен. Молдадан оқып жүрмесе де, жазуын күннен күнге дұрыстап бара жатты. Жамалдың осындай зеректігі ауызға ілініп, 10 жасына жеткен уақытында әркімдер Сәрсенбай үйінде бір жақсы бала бар деп айттыруға қызыға бастап, және де Жамалдың анасы ақылды, көркен қатын болғанға, анасын көріп қызын ал, аяғын көріп асын іш деген мақалды да еске тұтып сөйлеуші еді. Бір күні бие ағытар уақытта ауылдың сыртындағы бір төбешікте құпия сөйлесіп 3 кісі отыр еді. Оның бірі Мағлұм Сәрсенбай, екеуі сол елдегі атқа мініп жүрген. Ел ара тыныш болғаннан даулы, сөзді болғанын артық көретін пысықшалау адамдар еді. Әлгі екеуі Сәрсенбайға қарап: «Сәрсеке, бұл заманның өзі қорыққанды сыйлайтұғын заман болды. Азырақ дәреже біткен кісі бай қара кісіні кісілікке алудан кетіп барады. Сол себепті біздің сізге айтқалы келген сөзіміз, Алла тағала сізге біреуден артық, біреуден кем дәулет беріп, екінші мынау бір жаман немеңіз бар. Бұл жаман 2 айналып келмес, бір күндерде малың шығын болып, басқа да зар болдыңыз, қу бас деген сөзді естіген күніңіз болды. Енді тәуекел деп атыңызды бір шығарып қалсаңыз қайтер екен. Міне, сайлауға да 3 ай қалды. Көп болса 300 теңге шығар. Сіз мақұл көрсеңіз, біз өзімізге қараған құрман болып билікке сайлағымыз келеді. Халық сізді бір сапарға қалай тастап кете қояр екен деп ойлаймын. Өзіміздің нұрпейіс би ризалығымен берсе, жолын алар. Болмаса тәуекел деп тапқа түсерміз деп, неше түрлі тәтті сөздермен құбылтып, Сәрсенбайды азғыра бастады. Сәрсенбай қанша момын адам болса да сөзге бұрылмайтын пенде болама, дәулетке қызығып, біраздан соң өздерің біліңдер деп жауап қайтарды. Бұл мәжілістер бір мәрте болмай, бірнеше күндер ақылға салынып, ақырында Сәрсенбай билікке таласпақшы болды.
Сайлау жетті, Сәрсенбай әркімге жомарттанып майын бере бастап, сойысы да артты. Тынақшадан 400 теңге жұмсалып, шарға түскен уақытта Нұрпейіске 19 шар, Сәрсенбайға 14 шар шығып, біздің жаңа талап босқа қалды. Бұл істің бұлайша сағаты болмауы да, сол елде жұртқа қадірлі, және де болыспен құда Байжан деген кісі. Шар салардың алдында Байжан сайлаушыларға: сіздер шарларыңды Нұрпейіске салындар, жаңа байыған бір құрманның болғанынан алашқа сөйлескенде намыс жібермейтін, елдің белін сындырмайтын Нұрпейіс артық емес пе? Деп айтып отырғанын сол сағатында ақ Сәрсенбайға біреу келіп жеткізіп еді. Сәрсенбай салы суға кеткен кісідей болып үйіне қайтты. Көп расход шықты. Ұл жеп жайына, қыз жеп байына кетті. Қасындағы әуелгі тыныш жатқан Сәрсенбайды билікке таласуға қыздырған достары: қап бәлем, келер сайлау болсын, деп қайрат берген болды. Осылайша сайлау тарқап 5-6 айды өтті. Бағзы уақыттарда сайлау еске түсіп шығындарын, намысын ойлағанда, Сәрсенбайдың іші күйіп, енді сондағыдан 2 есе шығындалсам да дегеніме бір жетсем, арманым қалмас ет деген секілді пікірге де келіп қоюшы еді. Жоғарыда айтып өткен Байжанның 17 жастарға келген Жұман дейтін бір тас, әм ақылсыз баласы бар еді. Сол елде 2-3 Жұман есімді жігіттер болғанға, бірін Сары Жұман, бірін Тапал Жұман, Байжанның баласын Таз Жұман деуші еді. Ата даңқымен қыз өтеді, мата даңқымен бөз өтеді деп Байжан өзі тәуір болған соң, қол жетіп тұрған заманда бір бай жерден Жұманға жақсы қыз айттыруға ойы бар еді. Бір күндерде Байжан мәжіліс арасында Жұманға құда болатын лайықты жер білгендерің бар ма деп сұрап отырғанда, біреу тұрып: биылғы Нұрпейіспен билікке таласатын Сәрсенбайдың бір жақсы баласы бар, шешесі тәуір кісі, Жарас молданың қызы, өзі оқыған бала, қазірде 10-11-ге келсе керек деді. Олай болса, бұл ескеретін жер екен деп Байжан ішінен ойлап қойды. Көп ұзамай Байжан Сәрсенбайға құдай қосса, құда болайық деп бір кісі жіберді. Бұл хабарды есіткеннен соң Сәрсенбай үй ішіне ақылдасып көріп еді. Үлкен қатыны ұнатып, Жамалдың анасы Шолпан ұнатпады. Сөйтсе кеткен сайлаудағы Байжанның Нұрпейіске болысып, зін құртастағанын ойлап, Сәрсенбай құдалық себебімен келесі сайлауда би болмаспын бай екен деген ойға кіріп, өзін билікке таластырған достармен ақылдасты. Бұлар естіген жерден: құдай берді, әйде, қайырлы болсын, құда болыңыз, қызды қырғызға да береді. Байжанның баласын жұрт пәлен түген десе де, асылдың тұқымы ғой, әлі өскен соң түзеліп кетеді деп өзі босап тұрған Сәрсенбайды құда қылуға айналдырды. Жалғыз ақ Шолпан неше күндей көнбей: Жамалды өзінің теңіне береміз. Байжанның баласы жаман дейді, атасының байлығы не керек десе де, Сәрсенбайдың құлағына кірмеген соң: екі дүниеде Жамалдың обалы саған болсын, би болмақ тұрсын, патша болатын болсаң да, Жамалды неғып сондай жаманға қиып бермекшісің, деп көзінен жас төгіп үйден шығып кетті. Ұрғашының шашы ұзын, ақылы қысқа деген осы деп Сәрсенбай басқа сөз айтпай, ішінен мыңқылдап отырып қалды. Сәрсенбай бұрын Жамалды жақсы көріп, өзінің теңіне беремін деп жүруінде еш шүбә жоқ еді. Бұл сапарда сайлаудағы шыққан шығын, кеткен намыс әм ілгерідегі үміт әммасы қосылып, оның үстіне көлденең кісілердің сөзі де қамшы болып, не қылса да Байжанмен құда боламын деп жауап қайтарды. Бір айдан соң батасы 47-нің малы 200 теңге ақшаға келісіп, Байжан келіп құда түсті. Сүйіп болған құдасын Сәрсенбай кетке разы қылып қайтарды. Құда болғаннан кейін белгісіз біраз заман тіп, Жамал 15 жасқа келді. Сұлулық, ақыл, салтанат үшеуі біріне муафиқ келіп, Жамал сол елдің қызының алды болды. Бұл айтылмыш артықшылығының үстіне Жамал сөзге бек ұста болып, өз ойынан шығарып, өлең де жазатын болды. Олай-бұлай қалжыңмен сөйлескен бозбаланы сөйлетпейтін еді. Ел ішінде тілді бозбалалардың көзі түсе бастап, шет елдерге де Сәрсенбайда бек көркем бір ақын қыз бар деген лақап жайыла бастады. Осы елде бір қыз ұзатқан той болып, кешке ойынға жұрт жиналып еді. 5-6 талапты бозбалалар жиналып, осы Жамал жаста болса өлеңге де, қара сөзге де бек пәле болып барады. Бүгін кешке бір өзіне өлең айтып, бетін қайтаралық деп, әммасы ақылдасып, 3 ауыз өлең шығарып, өздерінің арасында бір пысықтау жігітке Жамалдың қасында отырып айтуға тапсырды. Бұлар Жамалдың күйеуінің жамандығын бетіне баспақ болып, өлеңдерінде сол мағынада шығарған еді.
Түн болып ойын басталып, манағы жігіт әуелгі планы бойынша өлеңін әбден жаттап алып, Жамалдың қасында отырды. Бір мезгілде бұл жігітке де өлең айт деп реті келгенде, баяғы 3 ауыз өлеңді Жамалға қарап, домбырамен әнге салып қоя берді. Домбыра қолыма ұстап бастым перне. Нұр жауар деген сөз бар, талапты ерге. Жасымнан бай баласы бұлғақтаған. Жаман қыз олай пылай маған тең бе? Білгенге ишара сөз жетер деген, білмеске сөзі қор боп кетер деген. Есекке арғымақты қосақтасаң, өтпей ме ғұмыр зая бекер деген. Алыстан ат терлетіп келдім тойға, жақсымен сұхбаттаспақ болып ойда. Қу өлген қыран бүркіт біз боламыз. Теңгеріп жүрме, құрбым, тұрымтайға. Жамал бұл өлеңнің мазмұнына түсініп, және де өзіне бұл жігіттің ойынан өлең айтарлық өнері жоғы мағлұм болған соң, әуелі бір ауыз өлең айтайын, сонда не дер екен деп айтқаны. Сөзіңіз бек мүләйім, ақын аға, өнерге жас күніңнен жақын аға. Беруге қалай жауап білмей тұрмын, түсіндір сөзіңіздің затын, аға. Бұл тойда отырғандар енді Жамалдың мына сөзіне жігітіне айтар екен деп тегіс тыңдап отырып, қане, сөйле, мырза деген әр жерден дауыс шыға бастады. Әлгі жігіт өзінің бар жатқа үйренген 3 ауыз өлеңін бітіріп алып, Жамалдың мына сөзіне муафиқ жауап қайтара алмай ұялғаннан қызарып, манағы өлең үйреткен жігіттерге жалтақ-жалтақ қарай берді. Сол уақытта Жамал көкірегін кернеп мына өлеңді айтты. Ағадан сөз қайтпады қарындасқа, жігіттен сіздей жауап табылмас па? Бітсе егер өлең шіркін, бойға қайнап, жауапқа сіздей ғазиз тартылмаста. Болған соң үйретінді 1-2 ауыз. Айтуға сізге, ағатай, ұнамаста. Есек пен арғымақты мысал қылып, әпендім, білгеніңді бетке баспа. Пендесі хақ жаратқан емес бірдей, хан, қара, би, төре мен кәрі, жаста. Намысы бөріктің бір деген бар, білсеңіз, сізге ұят, бұл рас па? Замандас жақсы сөзді табип деген, құрбыға бір себеппен бітсе хаста. Бір сырлы, 8 қырлы көрінесіз, тағы да білгеніңді айтып таста. Әр жерде құрбы ішінде Жамалдың осындай шешендігі көріне бастап жүргені секілді. Бұл сапарда да халық Жамалды мадақтап, екінші сара мұнан шықты, енді мұнымен айтсарлық бір жан қайдан шығар екен деп тарасты. Жамал кәмелетке жеткен соң, күйеуінің нашар екенін біліп, бір тойда көрсе де керек, көңіліне күннен күнге уайым, қайғы түсе бастады. Жамалдың бұл қасіреттерін көбейтуге себеп болған Жұманның жамандығынан құрбы арасында күлкі болған істері еді. Мысалы, Жұманды қант, шай, ғайры нәрселер әкелуге қалаға жібергенде, жолда терілерін алып сатарға сатып, 10 теңге алтын орнына алданып, 1 тиын жаңа бақыр алып келу еді. Әмелде бозбалалық қылмақшы болып бір қызы бар үйдің босағасында ұйықтап қалғандықтан, қыздың әкесі таңертең, тұр балам, ұйқың қанған шығар деп үйіне жіберу еді. Мұның әммасын Жамал естіген еді. Ата-анасы зарыққанда көрген баласы екенінде ойлап, не себепті жаман күйеуге бергеніне қайран қалып жүрді. Өзі теңдес қыздардың күйеулерін салыстырып қарағанда, Жұманнан нашар жер жоқ еді. Басқа шет елдерден күйеуіне разы болмай, екінші жігітпен қашып кетіпті дегенде естігенде, ішінен ойлап, олар да мен секілді бейшаралар ғой деп аяушы еді. Олар секілді бір жігітпен көңіл қосып, қашсам, пәленшенің қызы қашып кетіпті деген сөз болып, атамның сүйегін сындырғандай боламын. Разы болып Жұманға барсам, ғұмырымша қор боламын ғой деп қайсысын істеуге ақылы жетпей, бағзы уақыттарда түн бойы ойлаумен ұйықтамай да шығушы еді. Әр уақыт осындай уайымда болған соң, Жамал жүдеп те кетті. Ата-анасы, қарағым, сен неге жүдеусің? Дегенде, жай басым ауырады деп қойшы еді. Жамал осындай уайымдарда болып жүргенде, бір күні Байжаннан Сәрсенбайға, биыл баламды ұрын жіберемін деген сәлем келді. Бұл хабарды естігеннен кейін Жамалдың қайғысы бұрынғыдан 3 есе артты деуге лайық болды.
Жамал қанша ішінен қапаланса да, басқа бір кісіге айтуының ебін таба алмай, бір күні қолына қағаз бен қарындаш алып, тым болмаса көңілімдегі қасіретімнің оннан бір бөлігі шықпас па екен деп, өз басындағы халіне бір азырақ өлең жазып еді. Шешесі Жамалдың бір қағаз жазып отырып, қасына бір хат танитын кісі барса, жасыра қойып жүргенін көруші еді. Бұның жазып жүргені немене? Деп Шолпан азырақ шүбәланып, Жамалға білгізбей, оңашада Жамалдың қалталарын ақтарып, онан еш нәрсе шықпаған соң қағаз, кітап салатын сандықшасын қараса, бір кітаптың арасынан мынау өлең шықты. Манағы Жамалдың жазып жүргені сол екен. Алланың рахматына созамын қол. Адасқанмен бір ғарып таба алмай жол. Ашылып біздің басқа түскен тұман, шаттықпен өткіз деймін, тілегім сол. Сыртым сау, ішім түтін қапалықта. Бұл күнде көңілім жүдеу, қасіретім о. Тереңге түсіп кетем, ұстар тал жоқ. Бір Алла, жалғыз өзің жәрдемші бол. Бақшада сайрап жүрген сандуғаш ем, кез болды мен сорлыға құрылған тор. Көл болып көздің жасы өткенім ғой, болмаса арылмаған маңдайда сор. Жайлаған аққу едім шалқар көлді, бұл күні көрініп тұр жаманда сор. Оралдың ілер деуші ием ақиығы. Шынымен жапалаққа болам ба қор. Мен қайран атам малға сатқанна, бір тазды жалпақ елден тапқанна. Аты өшіп тумай кеткі жұман деген. Мал беріп мені өзімсіп жатқанна. Атанып бай баласы қара басқыр, жұманның не берерсің мақтанна. Қазақтың күллі ғайып қадетінде. Түскенім бар қасқырдың қақпанына. Атама мен не жаздым қор қылғандай, болмаса бір мінезбен жақпадым ба. Жасымнан тәрбиелі хан қызындай, қасірет ақырында тартқаным ба. Әлпештеп ұлдан артық қыз басымды өсірген атама обал артқаным ба. Бұл сөзді оқып көрген анасының көзінен азырақ жас кетіп, қызының мұндай қайғыда жүргенін біліп, әлгі қағазды да орнына салып қойды. Енді Шолпан Жамал қанша уайымда болса, сонша қайғыра бастап, бір күні түнде төсекке жатқан соң Сәрсенбайға сөйледі. Құданың құдіреті, әуелде сен тіл алмай, баланы мұнша қайғы қасіретке салдың. Міне, көрмеймісің, Жамалжан өзді өзінен азып, жүдеп кетті. Осы қалпымен қор болып кетсе, екі дүниеде бізге разы болар ма? Біздің атаналық хақымыз мойнымызда емес пе? Деді. Сәрсенбай не айтарын білмей. Сөйтіп жүрме, дей берді. Шолпан ашуланып, сөйтіп жүрмей қайтсын, өз басыңда еркің жоқ, әркімнің қыздырған тіліне еріп, ақырында Жамалдың көз жасына қалып отырмыз. Ата-бабаң істемеген істі қыламын деп бей болғансып, бір жылдың ішінде қане шыққан мүйізің, деді. Сәрсенбай әуелі таласып болмай қалғаннан кейін, келер сайлауда құдасының себебімен бей болса да, бір жылға жетпей съезд уақытында бір кісіні боқтап, қамшымен салып қаламын деп, билігінен түсіп қалған еді. Сәрсенбайдан берекелі жауап шықпаған соң, Шолпан тағы да сұрады. Енді өстіп Жамалды сүймеген кісісіне береміз бе? Деп. Сонда Сәрсенбай қайраттанып, осы ит не былшылдап отыр? Құдайдың жазғанынан артық не қыламыз, екінші кісіге береміз десең, малымыздан құрық, басымыздан сырық түсіреме. Қатын, дұшпан деген осы, болмаса бұл сөзді айтар ма едің, деді. Сәрсенбайдың жуас, қорқақтығы Шолпанға бұрыннан мәлім, әм бұл сапарда да пікірі тамам көрініп қалған себепті, енді бұл тұста Сәрсенбаймен ақылдасып, бастарына түскен уайымды бөлісуден үміт үзіп, сол түннен былай Жамал хақында Шолпан Сәрсенбаймен еш нәрсе сөйлеспейтін болды. Бас аман, малы түгілдердің көңілі шаттықта, Жамалдың көңілі әмән қайғыда болумен біраз уақыт өтіп еді. Жамал қанша қайғылы болса да, сырын халыққа білгізбес үшін, һәм жабыққан көңілін көтеру үшін, қыз бозбала жиналған ойын тойдан қалмаушы еді. Және де Жамал болмаған ойынның қызыға аз секілді көрінуші еді. Қыс ортасы болған еді. Бір күні сол елде бір байдың баласы болмай жүріп, жамағаты ұл тапқанға қыз бозбала үшін үлкен мәжіліс шілдехана болды. Атырабындағы ауылдың қыздары тамам келіп, Жамал да әзір болды. Ағаш үйдің кең бір бөлмесіне төрінен есігіне шейін халық толған еді.
Бұл елде ойын-сауық әлі қалмаған, болғанға бір қыз, бір жігіттен қатар отырғызатын әдет бар еді. Жиылғандар бірі өлең айтып, екіншілері қалжыңдасып, ойын әлі қызып бастала қоймаған уақытта есіктен «Кеш жарық» деп бір-екі жігіт кіріп келді. Бағзы боз балалар. Міне бір сыпайы жігіттер келді. Қай жерге отырғызамыз? Деп ақылдаса бастап көп кешікпей біреуін Жамалдың қасына келіп отырғызды. Бұл жігітті біздің Жамал танымайтын еді. Ләкін Жамалдың қасына отырғызудан бір тәуір жігіт екендігі байқалды. Бұл жігіт отырып болған соң үйдегілерге қысқа-қысқа сөзбен амандасып, соңынан Жамалға қарап: «Сіз де сәлематсыз ба?» деп қойды. Бұл жігіт орта бойлы, қияпатты, бетінде азырақ қорасандағы бар, жаңа мұрт шығып келе жатқан, сөйлеген сөзі сыпайы, әдепті, киімі ноғайшалау Ғали есімді бір жігіт еді. Көлденеңнен қарап салыстырғанда бұл үйдегі жігіттердің абзалы Ғали, қыздардың абзалы Жамал секілді көрініп, екеуінің қатар отырулары да бек жарасып кетті. Ғали бір болыста басқа ауылнайға қараған Дүйсебек деген кісінің баласы еді. Жасынан талапты болып Қызылжар, Троицкідегі медреселерде оқып жүріп, және де частный учительден оқып та орысша азырақ сөйлеп, жазарлықтай шамасы бар еді. Мұсылманша жақсы оқыған болса да, елге шығып молда болмай, соңғы уақыттарда оқуды да қойып, азырақ саудаға айналысып еді. Атасы бай адам болмаса да, Ғали инабатты жігіт болып, әрдайым алыс-беріс істерінде уағдаласында опашыл болғандығы көрінгенге, байлар шамалап несие беруден тартынбаушы еді. Әуелгі уақыттарда оқуда болып, бұл уақыттан саудамен жүрген себепті елде тұруынан тұрмауы көбірек болып, өзін халықты өзі анық танымайтындай еді. Тек сыртынан Дүйсебектің баласы талапты, еті тірі жігіт, қысы-жазы үйде отырмай оқу оқып, кәсіп қылады деуші еді. Жаңада өткен бір жәрмеңкеде алыс-берістерін бітіріп, 1-200 теңгеле пайда қылып, үйіне қайтып, ағайынды аралап амандықта жүргенде осы ойынға кез келген еді. Ғали Жамалмен қатар отырған соң, бір-бірінің халін һәм кім екендіктерін сұрап білісті. Ғали Жамалдың бұрынғы көріп жүрген жігіттерінен сөзге ұстарақ, сұраған сөзіне толық жауап қайтарып, һәм өзі де ләззатты сөздер сөйлей бастағанға маңайындағылардың не істеп, не сөйлеп, не ойнап жатқанын естімеген секілді ұмытып, шын ықыласпен кеңеспек еді. Әр түрлі ойын болып, ақырында бұғыбай, мыршалай, мырш деген ойындар тамам болған соң, бір жігіт бір белбеуді есіп алып: «Енді, әлеумет, өлең айтасыңдар, айтпасаңдар, айпағандарыңа мінекей» деп, қолындағы есілген тоқпақтай белбеуін күрсетіп қорқытып аралап жүре бастады. Білген қадарынша Ғали мен Жамалдан басқа боз балалар өлең айтып жатса да, өлеңдері қашаннан бері айтып келе жатқан ескі өлеңдер еді. Мысалы, біздерде өлең де бар, өнер де бар, байларда мінілмеген дөнен де бар, деген секілді, соның үшін артық ләззатты болмағанға жазбадым. Енді өлең айту реті әуелі Ғалиға, сонан соң Жамалға келіп еді. Ғали домбыраны әкеліп ұстатқанның соңында: «Менің өлең айту әдетімде жоқ еді, білмеуші едім» деп күлімсіреп отырып, «Қайыр, енді көңілдеріңіз қалмасын» деп көркем әнмен домбыраға дауыс қосып сөйледі. «Ал сөйле, келді кезегенді, Ғали, керілмей ұста қолға домбыраны. Рух берген мәжіліске қызмет көрсет. Сайратып тілмен жақты болса халі. Өнерің болса ішіңде шығар сыртқа. Бұл жерде жасырудың болмас мәні. Қандырып құлақ құрышын тыңдаушының. Жарайды, міне, жігіт десін пәлі». Секілді Райхан гүл бақшадағы олжып жігіттіктің тұрған шағы. Таба алмай айтар орын жүруші едің. Естіртші жас елдердің болса ән. Нақыш пен сандуғаштай жүз құбылтып, даусыңды түрлендірсең келер сәні. Жастыққа сауық сайран еткен күнің емес пе жігіттіктің раушаны. Тыңдаушы асылсызды табылғанда, айтушы тартынар ма, және тағы. Қадірлес құрбыларың жиналғанда, тарқасын разы болып сынбай сағы. Жасымнан елді жүрмей, өстім шетте. Демесін кәне елді сағынғаны. Құрбыңа жатырқамай аш сырыңды,
жүйріктей бауыр жазып бабындағы. Ұмытпа мысалды да деп айтылған түлкіні тазалады табындағы. Болат не нәрседен және де ескер жігітке абыройдың табылмағы. Емес пе екі жүрек бірдей келсе, арада махаббат оты жағылмағы. Мінеки, домбыраңыз, тоқтадым мен. Сөйлесін сұлу жамал жанымдағы. Ғали бұл арада айтып болдым деп домбыраны. Жамалға ұсынғанда отырған халық, мырза, тағы айта түсіңіз. Деп өтініш айтқан соң, Ғали тағы да мынау өлеңді айта бастады. Жақсы қыз баға жетпес бір гауһар тас. 16-17-ге жеткенде жас жәннаттың пісіп тұрған алмасындай. Қол жетпес, қандай жігіт ләззат алмас. Сұлу қыз рақаттың кілті емес пе? Қолына түсіре алсаң, бардағы аш. Тізілген меруерттей 30 тісі. Нұрлы жүз, жайнаған көз, қиылған қас. Шекеде кәмшат бөрік, киген асыл, сылдырлап алтын шолпы, иықта шаш. Бұралған тоты құстай мүшелері, бозбала сұхбаттасқан болмай мамас. Қатесіз осы айтқандай болып тұрса, жолында сондай қыздың қияр ембас. Болатын мақсұт хасыл жол табылса, тәрі кетіп қандай жігіт малын салмас. Серт айтып уағдамен бел байласа, айтар ма жақсы жігіт жұртқа сыр шаш. Талапкер бозбала айтқан сөзім. Сөз емес мұның бәрі өзіне хас. Кеудеде жанып тұрған оты жоқта. Қадірлеп бұл сөзімде демес рас шәрбатын ғашықтықтың татпағандар. Ант беріп айтсаңдағы сірә нанбас. Шахбазлар сүйген үшін ізденуден, кірседе нендей қорлық, бір тартынбас жанған от, көздеген оқ тұрса дағы, сескеніп ғашық үшін жүрек қайтпас. Магниті сұлу қыздың күшті емес пе, жігітті көңілі сүйген қайтып тартпас. Астынан ақ тамақтың демінді алсаң, мойныңнан ақ білекті қайтып артпас. Ғали бұл өлеңді айтып болған соң, отырған ретінше жамал айтты. Сөйле, тілім, шешіліп осындайда құрбылармен бір жерге қосылғанда. Отырмассың үнемі төрде бүйтіп. Еріксіз ақ қоярсың тосылғанда. Емес пе едік, япырым-ау, кеше бала. Біле тұғын жастықпен есті шала. Белгісі жоқ екен ғой өткен күннің, қатар түзеп қыз болдық, міне, қара. Қыз байғұс ел жұртына келген қонақ, мысалы, қызғалдақтай ғұмыры шолақ. Күн келер өз басынан еріп кетер, қалалық осындайда күліп ойнап. Сөйледі Ғали мырза жігіт жайын, әркімнің халі өзіне тұрар дайын. Қыздарды жігіттермен салыстырып тыңдаңыз, мен азырақ сөз қылайын. Жігіттің еркі өзінде жылдың құсы, ұшса да, келсе де отырғысы. Мысалы, жазы болған жаққа кетер. Бір жердің қары жауып, туса қысы. Қыз байғұс қолға түскен сандуғаштай, торында ғұмыры өтер кілтін ашпай. Сатады мал көп берген кісі болса, кетеді жылап сорлы қарсыласпай. Рахым етпес және атанасы. Болса да жақсы көрген өз баласы. Теңіне қыздың көбі бара алмайды, көнбеуге және дағы жоқ шамасы. Қалайша тұрсын енді жыламай қыз, ерлерге қарсы келсек ұнамаймыз. Тұтқында өскен жандай дүние көрмей жол іздеп ұлықтан ерік сұрамаймыз. Жаманға барсаң қор боп ғұмыр өтер, ұстайды ол ақымақ күннен бетер. Күн шығып айда туып көз ашылып, бұл қайғы қыз сорлыдан қашан кетер. Кісінің туып өскен жері қымбат, үйренген бала жастан елі қымбат. Атанаң аға жеңген қадірлеген тебіскен құлын тайдай теңі қымбат. Тастайды осылардың қыз һәммәсін, қор етіп бір жаманға ғазиз басын. Өзінің сүйгеніне бара алмаса, қалайша енді олар сағынбасын. Қыз бермек пайғамбардың сүндетіндей, ұзатпақ атанаң міндетіндей. Әркімнің өзіне ерік берген жоқ па, Алланың бұны дейміз құдіретіндей. Сөзімде қате болса сөкпе, халқым, әшейін айтып өттім сөздің салтын. Тұрған соң көзін көріп пиянатты, тартады уайымдап көңіл салқын. Бұл күні Ғали мен Жамал әбден сөйлесіп, әр қайсысы хал ахуалын біліскен еді. Іштерінен бір-біріне ұнағандығы білініп, бір көрген біліс, екі көрген таныс мұнан бұлайда кез келіп жүрерміз деп бұл сапарда айырылысқан еді. Ғали әлі қалың бермеген бір талапты жігіт болғанға,
Жамалдың күйеуіне наразылығына қарай, екі тараптан да бір-біріне махаббат байланды деуге лайық болды. Не үшін десеңіз, екеуінің де сол ойын болған түндегі сөздері көңілдерінен кетпей әмән бірін-бірі ойлайтын болды. Мұнан кейін Ғали Сәрсенбайдың үйіне бір-екі мәрте келіп кеткен уақытта Ғали мен Жамалдың бір-біріне көз қарауларын байқап тұрған кісі болса, екеуінің де көздерінде «Мен сені жаным тәніммен сүйемін» деген жазуды оқығандай болар еді. Ләкін екеуі оңаша жолығуға ешбір реті болмай жүрді. Бір күні Ғали қалаға бара жатыр едім деген болып, Сәрсенбайдың үйіне келіп қонды. Далаға шығып кіріп жүргенде Ғали Жамалға әдейі бір жолы үшін келгендігін сездіріп қойғанда, Ғалидың қасына келуін шүбәсіз деп ойлап қойды. Һәм бұл ойы да теріске кетпей үй іші ұйықтаған уақытта екі жас бір төсекте еді. Екеуі әуелі жолыққан күндерінен бері нендей ойлар ойлағандарын, бірін-бірі көруге сағынғандарын айтып, һәм бастарындағы оқиғаларын да азырақ қозғап қойысты. Екеуі түбегейлі терең ойға бармай, ақырын көрерміз, қазірше ойнап күліп жүрейік деп уағда етіп, араларында шын достық ғаламаттары болып қалды. Екеуі бірдей қазақтың ғұрпында болған қаталарды, жәбіршіліктерді сөйлеп, Жамал өзі ес білгеннен бергі уайымдарын бір минуттың ішінде ұмытып, енді Ғалиді көрмей тұрған минуттар, бір жыл кірнерін Ғалидың құшағында жатып айтып білдірді. Осылайша Ғали, Жамал дос болып, әрбір лайықты уақыттарда жолығып, сұхбаттасып жүріп, қыс өтіп, жаз да келді. Бұл екеуінің көңілдерінде бір ғана ой бар еді. Бірақ бір-біріне бұл күнге шейін айтуға әрқайсысы өздеріне сенбеген секілді болып, үндемей жүруші еді. Бұл ойын Жамал сөйлесе, Ғали қабыл алуы, Ғали сөйлесе, Жамал қабыл алуы шүбәсіз болса да сөйлеуге екеуінің ойындағы мақсаттары бір болған секілді қауіптері де бір еді. Жамал мен Ғали аз күнгі ойын, күлкінің қызығы мен өздерін дүниедегі бақытты адамдардан санап жүргенде, бір күні бұларға үлкен қасіретті хабар естілді. Байжан мен Сәрсенбайдың арасындағы уағдалары болып, енді бір айда Жұман күйеу ұрын келіп қалыңдық ойнайды деген өсек расқа шықты. Бұл ренішті хабар бұл күнге шейін Жамал мен Ғалидың іштерінде сақтап жүрген сырларын бір-біріне білдіруге себеп болды. Бұл айта алмай жүрген сырлары екеуі қалай ғұмырлық жолдас болып, Жұманнан Жамалды құтқару екен. Бірақ әрқайсысы да өздерінен басқа ешбір жәрдемші болмағанға, текке халыққа масқара болып, мақсатқа жете алмай қаламыз ғой деп қорыққан екен. Енді мынадай Жұман келеді деген хабар аныққа шыққан соң, дүниеде бірінен бірі бөлік тұрудан қапаста жатқанда артығырақ көріп, не болса да екеуі қосылуға бір жол қарамақшы болып, енді қай күні бір жолықса бұрынғы іштегі жұмбақ болып жатқан сырларын таласып сөйлемекші болып тұрғанда, Жамалға Ғалидан бір хатта келіп жетті. Оқып көрсе, бұл еді. Тұра алмадым толықсып хат жазбасқа, Зылиха мен Жүсіпті қосқандай ішкі сырды білгізіп замандасқа. Екі көңіл бір жерде қосылса егер, қызық бар жаһанда онан басқа. Тілегің бер, илахим екі жасқа. Айтпасаң да қалпыңды, мен байқаймын, жек көрмейсің мені де, сен байғұста. Дертім сыймай ішіме, еттім сырпаш, еш үндемей жүрсем де жазы қыста. Сипатыңа қызықпас қандай жігіт. Хор қызындай нұрлы жүз, қолаң шашқа, сөзің бұл секілді жүзің айдай. Сені сөккен пендеде еш оңбаста. Мен мұнда көңілім сенде, ойың кімде, тілеймін осы сөзді ұмытпасқа. Емеспін мен Жұмандай бай баласы, жоқтықты сұлу Жамал бетке баспа. Ақылсыз жаман шіркін алып кетсе, қызғанып халім бар ма қайғырмасқа. Сенің де өткен күнің жылдай болып, көңіліңнен қасіретің арылмаста. Ерте кеш көз алдымда тұрғандайсың, қарағым, еш болмайды сағым басқа. Жамалжан талап таудай болса дағы, тон келте, сүйгеніңнің қолы қысқа. Төскейден қызыл түлкі бұлаң етсе, төбеден қыран бүркіт ұмтылмас па. Жапалақ бадырақ көз босқа қалып, қырғи құс түлкіні алып құлпырмас па. Отырып тәуекелдің кемесіне.
Ай дариядан өте шықса, ғашықтық уағдамен тәуекелшіл, қажымай осы үшеуін бекем ұста, кімде-кім жетер сонда мұратына, пайда жоқ жүрексінген қорқынышта. Аз сөзде көп мағына деген мысал, халімді баян етіп жаздым нұсқа. Жамалжан, парасатлы етер фахым. Бұл сызым бейлтифат қалмас босқа, рахматына мың-сан разы болар едік, Ғали Жамал лайық деп Алла қосса. Келер деп нендей жауап күтіп қалдық, хат жазып жанабыңа жолдап пошта. Құп деп жібермесең дәруіңді. Зораяды күннен күнге біздің хаста. Дұшпан көп, досымыз аз, халық сенімсіз. Алла тура жолға өзің баста. Ғалидан пақырыңыз жазылды хат махаббатлы махбуба Жамал досқа. Бұл хатты Ғалиден Жамалға алып келген жігіт әр уақыт бұл екеуінің арасында осындай құпия хабарлар һәм хаттар тасып жүретін Ғалидың бір анық сенген кісісі еді. Бүгін бұл хатты Жамалға тапсырып, жауабын ертеңге шейін даярлап қоярсың, мен бір ауылға барып қайтамын деп кетіп қалды. Жамал бұл хатты 3-4 мәрте оқып шығып, бір қызып, бір суып Жұманға барса ғұмырынша қайғы қасіретте өтетінін ойлап, Ғалимен қашса, не түрлі ят, машақаттар болып, ақыры нешік болатынына көзі жетпей, аз дағдарып, көзінен моншақ жастарды төгіп алды. Біраздан соң тағы да қайраттанып, тәуекел, Алла басқа салған соң, не де болса көтердім. Ғалимен ғұмырымша қол ұстасып жүрсем де, арманым болмас деп ойлады. Егерде Ғалимен қаша қалса, кім тілектес, жәрдемдес боларын ойлағанда, өзінің шешесі Шолпаннан басқа ешкім көзіне көрінбеді. Шешесіне сиынатын себебі оқушыға да мәлім. Шолпан әуелден Жамалды Жұманға беруге разы болмай, Сәрсенбайға тілін алғыза алмай қойған еді. Екінші, Жамал ер жеткен соң Жұманға көңілі наразы болып жүргенін де сезіп, сол мезгілде Жамалдың жазып жүрген ленін де тауып алып оқиды деп жоғарыда жазып едік. Үшінші, Жамал мен Ғалидың жақын болып жүргендерін біліп көріп жүрсе де, білмегенсіп жүруші еді. Жамалды Ғалиға лайық көрген секілді болып, Ғалиді шын ықыласымен баласындай жақсы көруші еді. Ұзын сөздің қысқасы, ақырында Жамал Ғалидың жазған сөздерін қабыл алып, қарсы жауапта жазып, ертеңінде манағы жігітке тапсырды. Бұл жігіт хатты сол күні ақ Ғалиға жеткізіп берген соң ашып оқыса, жазылған сөз мынау екен. Ғалижан, біздің қолға тиді қағаз. Жазғанын қабыл алдым сіздей шақпас. Мақсатқа муафиқлы сөз шыққан соң. Өңім бе, түсім бе деп тұрдым біраз. Сіздейін жаздым жауап білгенімше, хей түрлі жазған сөзің кірді ішіме. Сырымды жалғыз саған білдіремін, айтпаған мұнан бұрын бір кісіге. Мағұлым бір сөзіңе менің халім. Хеш рахат кірмегендей сенсіз жаным. Еріксіз бір есекке қосақталсам, жаһанда екі бірдей келмес мәнім. Қосылсам нәсіп болып сеніменен. Кім айта жүрмеді деп теңіменен. Сенмен отқа жансам арманым жоқ, жуылмаған Жұман атты періменен. Хатыңда бай емеспін деп жазыпсың, бетке салық қылма деп тыпып жазыпсың. Байды сүйсем, Жұманға бармас па едім, мұны ойламай, әшейін тек жазыпсың. Бір сенсің ғашық отын сөндіретін. Кім бізді ықтиярсыз көндіретін. Өлсек шұқыр бір болсын, шықсақ төбе, айырылмалық болса да өлтіретін. Бір Алла жалғыз өзі болсын айғақ, туралық уағданы бекем байлап. Сен үшін бір басымды еттім құрбан, шынжырлап жіберсе де Сібірге айдап. Біз көндік мұндай халге Құдай салды, панасыз мазлұммен мен бір зарлы. Ал енді күн түн демей хайла қара, келуіне жексұрынның бір ай қалды. Менде жоқ аға жеңге мұңында ашар, сырымды басқаға айтсам, жұртқа шашар. Білмеймін апам байғұсын не қыларын, жалғыз ақ сенетінім ақылдасар. Аналық мейірбаны түссе егер, дұшпаннан құтылуға хайла табар. Сенбеймін хеш кісіге мұнан басқа. Керек атам, керек жақын ағайындар. Жан досым, 45 күнде жолығып кет, болса да сөйлесеріміз нендей рет. Өзіңде қарап жүрмей ескере бер. Көңілге кіргеннен соң мұндай ниет.
Келмедің 15 күндей, мен көп достым, санаулы енді азғана, біздің бос күн. Қайырлы сағаттарда ескергей деп. Хат жазған қалам қозғап Жамал досың. Ғали бұл хатты оқығаннан кейін сол күні өзіне сенімді құрбылары Жүніс, Нұрмаш деген жігіттермен күн батқаннан түн ортасына шейін ауылдан аулақ бір оңаша жерде ақылдасқан еді. Ғали, мінекей жігіттер, бала жастан бірімізге сен деспей ойнап өскен құрбы едік. Қазірде демен мынандай бір қиялға түсіп тұрмын. Айтқан сертіне қыз жетіп мен жетпей қалсам, маған тірідей өлім ғой деп ойлаймын. Мен тәуекел деп бұл іске басымды байладым, сендер не ақыл айтасыңдар? Деді. Әлгі жігіттер, оның бізге несін айтасың, біздің сенен аянар еш нәрсеміз жоқ. Бұл заманда қыздың басында ерік бар ғой, азар болса малын алар, кім қызды тегін береді дегеннен кейін Ғалидың қуанғаннан екі көзі жайнап кетіп. Хек қылса да осы іске бір өнер қайрат ете көріңдер деп, ертең тағы да ақылдаспақшы болып тарқасты. Бұл үшеуі ертеңіне һәм бас қосып, бұл жолғы мәслихаттары, әуелі Ғали Жамалға барып, оңашада әбден сөйлесіп, қай күні қашатындарын уағдаласуға қаратты. Көп кешікпей Ғалида бір күн түнде Сәрсенбайдың ауылының тұсындағы бір сайда, сүйіктісі Жамалмен келешекте бірге рахат ғұмыр өткізулерінің желісін сөйлеп тұр еді. Дүниеде бұл екеуі үшін бір жақтан істің ақыры нешік болады деген үлкен қорқыныш, екінші жақтан дұшпанның қолына түспей құтыламыз ба деген қуанышпен жүректері лүпілдеп, бірінің қолы бірінің мойнында болып, екі ғашық бір ойда еді. Май жұлдызы, таң қысқа, ай жарық, дүние тып-тыныш, жел жоқ, уа жақсы, жаңа қонған. Жұрт көкорай шалғын, жапырақ гүлдердің иісі аңқып, біздің жастарды көріп тұрған жалғыз Алла, екіншісі аспандағы ай мен жұлдыз еді. Жан-жануар күндізден шаршаған секілді тынығып, жылқы жусап. Қара мал күйсеп, анда-санда қой үріккенде ұйқысы сақ төбеттің маңқылдап үргені, кемпір шалдың айтақтаған дауысы ғана естілуші еді. Бұл бейшаралардың да бозбалалардан үніңшісін деген қарғыстан басқа алғысы жоқ еді. Махаббат мүптәл есіне душар болған сұлу қыздар елеңдеп ұйықтай алмай, тастан қатты шешесі есікті құлыптап, түңлікті ашып қойғанда. Әттең айдың жарығы күндізгідей. Ер жігіттің қадірін қыз білгендей, қыз байғұстың басында ықтияр жоқ. Есік ашып досын үйге кіргізгендей. Деген бір ауыз өлеңді іштерінен ух деген күйінішті дауысқа араластырып айтып жатқанын қасына барып кім кірген. Торғай шырылдап таң белгі бере бастады, біздің сайдағылар қысқа таңның атқанын білмей қалған еді. Жамал Ғалиға айтты. Анау күнгі саған жазғаннан кейін менің өңім де бұзылып жүрсе керек, апам оңашада қайта-қайта. Қарағым, неге мұнша сарғайып кеттің, сырыңды айт, бөтен ойың болса менен жасырма, мен сенің біреуге қор мұқтаж болмағаныңды ойламасам, саған жамандық тілер деймісің? Деген соң әрі апама сенген соң бар сырымды айтып едім. Олай болса қарағым, бетіңнен жарылғасын. Ғалиды мен жек көрмеймін, бірақ қайтейін, Құдай тағала сені бір жаманға байластырып қойған соң деп жылапта жіберіп, ақырында өзі бізді шығарып жібермекші болды деді. Бұған Ғали да бейхисап қуанып, екеуі ендігі жексенбіге осы сайды белгі қылып уағда байласты. Ғали үйіне келіп, өзінің бұл іс хақында ақылдас болып жүрген құрбыларымен сөйлесіп, келер жексенбіге ат сайландыра даярлана бастады. Екі дос Жүніс пен Нұрмаш Ғалиді шығарып салмаққа, бұлар да даярланып, сенбі күні не болса да ертең болады деп жас жүректері дамылсыз соғуда еді. Ғали даярланғанда Жамал да қарап жатпай, ақырғы сырын туған анасы Шолпанға айтқанның соңында Шолпан да разы болып, жол қамын ойлай бастаған еді. Жексенбі күні де болып, ел жатқан уақытта Ғали, Жүніс, Нұрмаш үшеуі ерлеген бір ат жетегі бар. Жолқпашы болған сайда даяр болған. Бұларға әр бір өткен минут сүрленген жылдай болып, қашан келет деп қарап тұрғанда, бүркенген екі әйел кірінді. Келсе, Жамал мен оның шешесі екен. Бұлар мен Шолпан амандасып болған соң,
Шырақтарым, енді Алла тағала қайырлы сапарын беріп, мақсаттарына жеткісін, қайда жүрсеңдер де аман жүріңдер. Қазірде ешкім көрген жоқ, тоқтамай жөнеліңдер деп Жамал мен Ғалидің беттерінен сүйіп, жыламсырап қоштасып, жастар аттарына мініп жөнелгенде біраз арттарынан қарап тұрып, үйіне қайтты. Шолпан кісі көзіне түспей үйіне барып жата тұрсын. Біз мезгілсіз аттанған жолаушыларымызды жолға салып жіберел. Ғалидің достармен ақылдасқанда Жамалды алып барып жатпақшы жері Дуанда өзі бірге саудалас болып несие алып жүрген Фатихолла бай еді. Қазірде ауылдан былай 5-10 шақырым шыққан соң, арттарынан қуған ешкімнің дыбысы жоқтығына көз жетіп, тағы да ақылдасып, сол әуелгі планы бойынша 120 шақырым жердегі қалаға тартпақшы болды. Бұл түні күн шыққанша 50 шақырым жүріп, адам жоқ бір қыстауға келіп жасырынып жатты. Күн батып, ымырт жабылғанша бұларды ешкім көрмей, енді тәуекел деп таң атқанша Дуанға жетпекші болып Ғали мен Жамал жүріп кетіп, Жүніс пен Нұрмаш елге қайтты. Ғали, Жамал қалаға саламат жетіп, Фатихолла байдың үйіне келді. Бастан аяқ оқиғаны Ғали Фатихолла байға айтқаннан кейін, Фатихолла бай әуелінде осындай қазақтың қызды жастай құда болып біреуге беріп қоятын, жаман ғадетін жек көргендігі себепті және де Ғалиді һәм тәуір көретіндігінен бұл екі мүсәпірді қабыл алды. Фатихолла бай өзінше тәуір пікірлі ғана, өз айтқан сөзін болдыруды жақсы көретін бір татар еді. Әйді, Ғали, сен бірде қорықма, алхамдулилля, біздің қораға рұқсатсыз ешбір степ ной қырғызларын кіре алмас. Әгерде келіп скандал шығармақшы болсалар, прямо частыққа заявить етіп, желкөлерін қаштармыз деп Ғалиді қайраттандырып қойды. Бір қонғаннан кейін Ғали Фатихолла баймен ақылдасып, құрмында келіп қарап жатқанның мәнісі болмас, ұлықтан Жамалдың басына ерік алалық деп адвокатқа арыз жаздырып, крестьянский начальникке Жамалды кіргізді. Арызында мені 7 жасымда атам қазақ ғұрпынша бір қазаққа малға сатқан екен. Бұл күнде кәмелет жасқа толып кірсем, күйеуім өзіме ұнамайтындығы себепті жігітіммен қашып келдім. Мархаматшылық жүзінен мен мазмұнаның кіз жасын құрғатып, басыма ерік беріп қиянаттан қорғасаңыз екен деген сөздер жазылған еді. Бұл арызды ілтифатқа алып, начальник Жамалдың қолына кімге барсаң да ықтияр деген қағаз беріп, болысқа һәм былайша қағаз шығарды. Жамал Сәрсенбай қызына ешкім қиянат, жәбір қылмасын. Сүйген күйеуіне баруға өзіне ерік берілді. Қалың мал хақында дау болса, болыстной съезге саларсың деп. Енді оқушыларға елде болып жатқан уақиғалар мағлұм болсын. Жамал қашқан күні таңертең Сәрсенбай намазға төсектен тұрып түндік аштырып азан оқып болғаннан кейін, Жамалдың жоғын көзі көріп, қатындарынан «Жамал қайда кеткен?» деп шүбәланып сұрай бастады. Шолпанда еш нәрсе білмегенсіп, Жамалжан тысқа шыққан шығар деп тұрғанда, Сәрсенбайдың бәйбішесі: «Ойбай, бетім-ау бір сұмдық болған екен ғой, Жамалдың ілулі тұрған киімдері қайда?» деп сол минутта Жамалдың қашқаны мәлім болды. Үй іші сасып, ренжуде болып, сол сағатында ауылда жиналып ақылдаса бастады. Біреулері өзінің күйеуі алып кеткен шығар деп көбі. Жоқ, мұны Дүйсебектің қу баласынан басқа ешкім әкеткен жоқ. Өздерінде соны патшаның баласындай әлдеқандай көріп, тым еркінсітіп жіберіп едіңдер, ал енді қайтер екенсің деп Сәрсекеңнің жалғыз басында аңқылды. Сөйтсе де мәслихаттасып, осындай мағлұмсыз біздің баламыз, сіздің келініңіз Жамалды біреу түнде алып кетіпті, енді не қыламыз деп Байжанға кісі жіберді. Және бір жағынан астыртын Ғалидің ауылына да кісі жіберді. Кешке таман Ғалиларға кеткен жігіт бүгін түнде Ғали, Нұрмаш, Жүніс үшеуінің жақсы аттарына мініп үйлерінде жоқ болып шыққан хабарын алып келген соң, шүбәсіз істің анығын біліп, Байжанға екінші кісі жіберді. Мінеки, Дүйсебектің баласы алып кетіпті, ендігі ақылын өздеріңіз білесіз деп. Бұл күн осылай хабарлармен өтіп, екінші күнде Байжан 20 жігіт ертіп, бәлемнің шаңырағына қобыз тартайын деп Сәрсенбайдың ауылына келіп түсті.
Бұл өткен түнде Нұрмаш пен Жүністей үйлеріне келіп жеткені мағлұм болып, аттары сүмектей болғаны әркімге көрініп қалған еді. Байжаныстың анығын білген соң, жолдастарынан 5 кісіні түнде аттандырып, Ғалилардың ауылынан жылқы алдыруға жіберді, һәм болысқа кісі жіберіп жазды. Мінекей осындай оқиғалар болып қалды. Биелеріңізді алып мұнда келіңіз деп Байжанның барымтаға аттандырған жігіттері ат, айғыр, ту биеден 12 жылқы алып, жолдан Сәрсенбайдың бір қысырағының үйірін қоса айдап барып та қалды. Күллі жиылыстың расходы Сәрсенбайдың мойнында болып, қорыққаннан бір ауыз сөз қарсы айтуға хәлі де жоқ еді. Жан-жаққа шаптырып жатқан аттар да Сәрсенбайдікі еді. 3-4 күннің ішінде бір болыс елдегі керекті кісілер жиналып, бір үлкен съезд болды. Байжанды жақсы көргендер халық жиналған жерде, міне, жұрт бұл секілді тентекке тізгін беріп жібере берсе, жұрттың қойнындағы қатынын да әкетер, мұндай болмасқа тыю салып, біреудің ақбаталы жесірін қайтарып әперу керек. Біреуге болған қиянат ертең екінші кісінің басына келмей ме, мұнымен халық арасы бұзылып, жұрттықтан шықпаймыз ба? Деп уағыз сөйлей бастады. Кешке таман іңір уақытында Байжан болыс писырды. Осы жиылысқа келген 5 биді, һәм указной молда Ахметжанды оңаша ауылдың сыртына шақырып алып. Енді ертең не болса да бір іс қылыңыздар, мен қазірде малға бітпеймін. Мыналардың бізге барып қалған 10 жақсы жылқысы бар. Бұл мал менің жауыма қайтарылып берілгенше өздерің олжа қылыңдар, мен кешіктірмей сатып жіберемін. Сіздер бір жолға менің намысымды жоқтап не дегенімді істеп беріңіздер, деді. Бұлар да олжа деген сіздің қарасын кірген соң, мұрттарынан күліп, енді қалай қыл дейсіз, деп сұрады. Байжан айтты, сіздер әр қызметтің басындағы кісілерсіз, мінекей, болыс пен писыр ұлық жағынан бұл туралы нендей іс болса да дұрыстап тұрар. Билер ертең Сәрсенбай дүйсебектердің мұнан сұрайтын жылқыларын отказ етіп, қыз бен жігітті шығарып жіберген, 2 жігітті соларды тауып әкелуге міндетті қылыңыздар, тауып әкелмесе түрмеге отыруға бұйырыңыздар. Ал Ахметжан молда, сіз бұл қыз бен біздің Жұман екеуіне алып қашудан 10 күн бұрын неке оқылған еді деп книгеңізге жазып, бізге куәлік беріңіз деді. Сіз мұндай жұмысты болып тұрғанда өтірікке де болса кіріспей болмас деп разы болысты. Сол жерде Байжан қалтасынан суырып, әр қайсысына 50 теңгелеп 400 теңге ақша берді. Бұл түн өтіп таң атты. Болыс билер повеске жазып, Ғалидың атасы Дүйсебекке һәм Нұрмаш пен Жүніске шақырушы кісі жіберді. Бұл үшеуі де хабар тиген соң бармай қалудың лажын таба алмай, өздеріне қараған атқа мінер кісілерін алып, Саумал көл басындағы құрылған съезге келіп жетті. Тістерін қайрап отырған болыс пен билер 1 сағат кешіктірмей тексеріп қолға ала бастады. 2 жағынан сұрастырып келгенде қыз алып қашқан жағы, енді біз қолмен істедік, мойынмен көтереміз ғой. Бір тентектің мұндай ел арасын айырып сөзді қылғанына өзімізде ренжиміз, жол мен мал беруге разы боламыз деді. Байжан мына сөзді естіген соң тас талған болып, мен өзім ат жалын тартып мінгелі мұндай қорлық көргенім жоқ. Бүгін Қарынбайдың малын берсең де бітпеймін, жесірімді әкеп бер, болмаса мәймөңкелеген бұлшыл сөзің керек емес деді. Билер де, Байжанның сөзі дұрыс. Байжан жөн айтады деп мақұлдап қойды. Билер Жүніс пен Нұрмаштан сұрады. Сендер Ғалиды шығарып салғандарың рас па? Деп. Бұлар мойнына алып. Жаны бірге құрбы болған соң шығарып салғанымыз рас деді. Билер оңаша үйге писырды алып барып, биліктерін жазып қайтып келіп есіттірді. Жұман Байжан ұлының некелі қатыны Жамал Сәрсенбай қызын ықтиярсыз Ғали Дүйсебек баласына шығарып беріп жіберген үшін Дүйсебек, Жүніс, Құтмаш үшеуі 1 айдың ішінде тауып беруге міндетті болады. Егер тауып бермесе, әр қайсысы 2 айдан түрмеге отырады деп мағлұм етті. Жауапкер жағы. Бұл некелі қатын дегеніңіз қалай? Деп сұрасып еді, билер шариғат бойынша ижаб қабыл болған соң, бәрі бір неке емес пе? Деген болды. Хақиқатында бұлар указной молдадан өткен түндегі куәлікті алмақшы болып қойғанын Дүйсебектер сезбей қалды.
Бұл биліктен кейін Дүйсебек, Сәрсенбайлар Байжанның барымтаға алған жылқыларын сұрап биге түсіп еді. Билер мұны қарсыдау деп отказ қылды. Бұл екеуі билердің осы екі билігіне де разы болмай көшірме сұраған соң, ауылға келіп аларсыңдар деп болыс писер книгаларын жауып, һәм сол күні халық тарқады. Копия алу үшін болыстың ауылына Сәрсенбай, Дүйсебектер бірнеше мәрте барса да, әр түрлі себептер айтып бермей жүргенде 15 күн өтіп кетті. Бұл күндердің ішінде арыз бойынша начальниктен жоғарыда айтып өткен қағаз да келіп қалған еді. Болыс Байжанды шақырып алып ақылдасып, начальникке тағы да қағаз қайтарды. Дауласқан екі тарапының сұрауы бойынша бұл қыз хақында билерге салып едім. Хақиқатта бұл қыз Жұман Байжанұлының некелі қатын екен. Растығына үш буының илән бірге жіберілген указной молда Ахметжан Аямасұлының метрический книгадан берген куәлігі дәлел, һәм билердің билігінен законды срок, яғни 15 күннің ішінде келіп копия алмады. Соның үшін билікті орнына келтіруге әмір етсеңіз екен деп. Болыстың бұл қағаздары начальникке тиген уақытта Дүйсебек, Сәрсенбай, Нұрмаштар да қалаға келіп жетіп ғарызларын кіргізді. Өз ықтиярларымен бірін-бірі сүйіп қашқан қыз бен жігітті біз қашырды деп, қанша малымызды барымта алып бермей, өзімізді тауып беруге міндетті қылып, тауып бермесең 2 айдай түрмеге бұйырып, уә һәм указной молдамыз неке оқыдым деп өтірік куәлік беріп, болыс билер һәм байлар бірыңғай болып қиянат етіп тұр. Бірнеше мәрте барғанда биліктен копияда бермеді деп, нендей болған уақиғаны баян етті. Начальник бұлардың арызын ілтипат қалып, болыстан жауап сұраған қағаз жіберді. Байжан әуелгі қыз қашып, халық жиналған күннен бері құпия әр жерге қыз бен жігітті іздеуге кісі жіберген екен. Әрбір барар деген шүбәлі орындардың һәммасында жоқтығын сезіп, ақырында қалада Фатихолла байда екендігіне көзі жетіп, шаһар ішінен қол іс қылып ала алмаспыз. Фатихолла байдың елді алатын 2000 теңгедей несиесі бар ғой. Енді бұл қашқындарымызды сақтап, халқымыздың жақсыларының тентек деген кісін шығарып бермесең, несиеңді бергізбейміз десек, қорқар деп маслихат етті. Осы сөзді айтуға келген кісіге Фатихолла бай ішінен қауіптеніп, бұлай болуы да бек ықтимал деп ойлап жауап берді. Дұрыс, әуелгі уақытта ұлыққа арыз беру үшін ғана бізге 3-4 күн болып қонған еді. Қазірде бізден кетті, қайда екенін білмеймін. Егерде мұнан бұлай бізде екендігі білінсе, халқымыздың не қылғанына разымын деді. Бұл кісі Фатихолла байдың әлгі сөзінен анып елге қайтты. Фатихолла Байғалиға сейледі. Мына кәпірлердің сырлары өзіңе мәлім ғой, енді басқа бірнеше жерге барып паналағаның өзіңе де, бізге де пайдалы болар еді. Ғали да бұл сөзге түсініп, «Хайыр, Фатихолла абзи, мен сізге ризамын, залымдар не қылады деуге болмайды. Олай болса, мұнан 3 шақырым жерде атамның нағашысы бар, сонда барайын деп ертеңіне жүруге даярланды. Ғалидың өзінде жегуге 2 ат бар еді. Фатихолла бай арбасайман һәм 50 теңге ақша беріп, қаладан шығарып салып, қайырлы сапар деп дұғада болып қалды. Ғали, Жамал да өздерінің ата-анасынан айырылғандай болып қимай, жылап айырылысты. Ғали әуелден ноғайша киініп жүретін һәм Жамалды да ноғайша киіндіріп, шәлі бүркендірген соң жолда көрген кісілер шүбәсіз ноғай деп біліп, бұлардан қауіптенбей, көңілдері шаттанып, оңаша да ойындағы сөздерін сөйлесті. Ғали сұрады, егер жаман айтпай жақсы жоқ, өстіп жүргенде қолға түсіп сені менен айырып әкетсе, қайтер едің, көніп кетер ме едің? Деді. Жамал, Құдай сақтасын, не айтасың, жаным сенің жолыңда құрбан, сенен тірі айырылғаннан өлім маған көп артық деді. Бұлар бұл секілді сөзбен келе жатқанда сәске түс болып, жолшыбай ағаштарды аралап, бір көлдің жағасынан өтті. Маңайында ел болмағанға бұл көлде неше түрлі қаз, аққу, ғайыр құстар бейқисап көп еді. Атырабындағы жердің хамасы тамылжып кілем төселгендей болып, желсіз күнде көл айнадай жарқылдап, алыстан сағымдар мұнарланып, біздің 2 ғашық біраз тамашаға қалып келе жатқанда, Жамал ойына бір нәрсе түсіп кеткендей ән салып, мынау өлеңді айтып жіберді.
Ғаламда 18 мың жаратқан хақ, көп беріп біреуге мал, біреуге бақ. Біреуді ғалым, біреуді залым еткен, біреуді мұңлы жараттың, біреуді шат. Тамаша аспан менен жері қандай, зеңгір тау, дария шалқар көлі қандай. Орман тоғай гүл енген бақшалары, пайдаланған бұлармен иелі қандай. Көзім тоймас қарасам тамашасын, қисабына мей жетпей адасасың. Заң түзеп, закон жайып, патша отырып қараған ғаділдікпен қарашасын. Таласқан аспан менен таулар биік, мекендер аю, қасқыр, марал, киік. Ұжмақтың шешмасындай бұлағына кетпей ме қарап тұрсаң іштен күйік. Аспанда ай мен жұлдыз, күні қандай қалған, мұнарланып түні қандай. Суда балық, көлде құс, тоғайда аңдар шулаған, неше түрлі үні қандай. Жаннаттай тамашалы жазы қандай, келетін ұшып аққу, қазы қандай. Ескеріп өткен күнді кәрілері, жастардың және де айтқан назы қандай. Сықырлап келіп қалған қысы қандай, қар жауып, су қатырған мұзы қандай. Берген соң Алла қуат жан сақтарлық, жүреді мақұлықтар үсік алмай. Біз ғарып сол панаңда саялаған, дұшпандар рахымсыз аямаған. Жіберсең жалғыз тамшы рахматыңнан, болса да құтылмаймыз қайрадан. Ғали, Жамал жолда 4 қонып 40 құдықтағы нағашысы Бабас деген кісінің үйіне келіп жатты. Көңілдері орнығып, қорқынышсыз күннің өткенін де білмей жатқанда, елдегілер бұрынғы қалпынша дауласып. Қағаз үстінен қағаз айдап, бір берекесіз, аяғы үзілмейтін дауға кіріскен еді. Ғалидың нағашысы да, һәм сол елдің жақсы кісілері де, енді бұлар бізді пана тұтып келді ғой, бізде елдігімізді көрсетіп қорғалық, көп болса 2 жыл дауласар, оның ар жағында өздері де шаршар деп жастардың көңілін бұрынғыдан да қуантқан еді. Бұл мүсәпірлердің бақытсыздығына қарсы бір күні Ғали төсектен ауырып тұрды. Нағашылары да үрпиісіп қалып, Жамалдың түсі қорыққаннан өзгеріп кетті. Ғали, тұла бойым қызып, сүйектерім сырқыраған секілді болып тұр деп тынши алмай, науқасының күштілігі көрініп, төсектен тұрмай жатты. Науқасы күннен күнге ауыр тартып, 4-5 күннің ішінде бек қауіпті секілді көрінді. Әрбір тамыршы дәрігерлерді әкеліп тамыр ұстатып, ұшықтатып қақтырып көрсе де тәуір болмады. Жамалдың көзінен қанды жастар төгіліп, ас ішпей, кірпік қақпай, зор қасіретке кірісті. 1 минут Ғалидың қасынан кетпей, хаман ауырды деген жерлерін сипап, мөлдіреген көздерін Ғалидан алмай қарап отыратын болды. Екеуінің қасында кісі жоқ уақытта, менің бақытсыздығым өз басымнан асып, жаман аты саған да тие бастады, ақыры қайырлы болсын деп, Жамал Ғалиді құшақтап жылап алушы еді. Ғали, жылама, Алла сақтар, жазылармын, қазынасы кең бір сағатын жіберер деп өзінен де бұрын Жамалдың көңілін жұбатушы еді. Сөйтсе де дерт күшейіп, Ғалидың халі нашарға айналды. Нағашылары еліне хабар жіберелік деп еді, Ғали рұқсат етпеді. Алланың жазғанынан қашып құтылмаспын, Құдай сақтар, жібермеңіздер деп тоқтатты. 10 күнде науқасы сонша ауырлап арыздаса бастады. Жамал бейшара қияли болған кісідей бағзы уақытта бас айналып, талыпты қалып Ғалидан: мен енді қайтемін, сенен қайтып қаламын, сенсіз дүниеде мен не боламын? Деп неше мәрте сұраса да, Ғали Құдайға тапсырдым дегеннен басқа еш жауап айталмады. Барлығы 13 күн ауырып, бейсенбі күні түс кезінде жаңа гүл шашып келе жатқан бақшадай жанып тұрған жас ғұмыр сөнді. Алла рахмат тілесін. Жұма күні халық көп жиналып, жаназа оқып, көкен моласы деген зиратқа апарып қойды. Ғали жан тәсілім қылғаннан бері Жамал иіссіз болып жатқан еді. Нағашылары да үлкен уайым қылып, бір сапар бізге мұндай жұмысты болып келгенде, бейшаралар бүйтіп қалды, қолымыздан өлтірген секілді болдық ау деп, өздері ақылдасып, естіртіп хабар айтуға кісі жіберді. Хабаршылар Ғалидың үйіне, Жамалдың үйіне кісі салып естіртті. Екеуінің де ата-аналары қағазға жазып келтіре алмастай жылап, зарлап, қайғыланып дұшпандары һәм сол дәрежеде табалап жаттанған еді. Көп тоқтамай Ғалидың ата-анасы һәм Жамалдың шешесі қасына жолдастар алып, аянышты өлім болған жерге жетті.
Келісімен жылап-сықтап, зиратқа барып, мауқын басып, ауылға келді. Жамал бейшара аз күннің ішінде сүзектен тұрған кісідей болып, келген ата-аналармен жылап көрісуге де хәлі келмеді. Жамалдың шешесі: "Жылама балам, бақытсыздығыңнан көр, Құдай жазбаған, обалың бізде секілді. Әуелде қазақшылық қылмасақ, мұндай іске себеп болған секілді болар ма едік? Теңдік қылсаң да теңіңді тауып едің, Алла лайық көрмеген соң, жылағаныңмен не өнет" деп бірсыпыра насихат айтты. Ғалидың шешесі де жылап: "Қарағым Ғалижан мен Жамалжан қашан елдің сөзінен құтылып, оң жағымды қарайтып отырар деуші едім. Ол тілегіме Құдай жеткізбет" деп сөздің аяғын бітіре алмай, еңкілдеп жылап жіберді. Бұлар 3 күн қонып қайтатын күні Ғалидың зиратына дұға қылмақшы болып келген еді. Молда Құран оқып болған соң, Жамал Ғалидың қабірінің басын құшақтап отырып, көзінен жас ағызып сөйледі: "Ғали, Ғали, бақытсыз Жамалың қасыңа келіп тұр. Алла тағала маған сенің қабіріңді көрсеткенше, мені алғаны жақсы болатын еді, бірақ бұйрықсыз жан шықпайды екен. Дүниеде бірге рақат ғұмыр өткеремін. Ғали тұрғанда еш жаманға қор болмаймын дегенім тәкаппарлық екен. Алла қабыл етпеді, үмітім кесілді. Ғали, қып-қызыл шоқтың ішіне тастап, алыс сапарға жөнелдің. Өзің үшін қайырлы болсын. Мен сорлың кеудемде шыбын жаным барда, сені ұмытпаспын. Дүниеде патшаның баласы болса да саған теңгермеспін. Қош жаным. Ғали, бір мен үшін мейірбан ата-анаңды да кіре алмай, қолдарынан топырақ салғыза алмай кеттің. Кеш, жаным. Алла тағала ақыретте қосылуға нәсіп тілесін. Сол уақытта ғана көрген қасіретім бір сағаттай болмай ұмытылар. Мен сорлым опасыз дүниеде қонақтай алмай адасып қалдым. Қош, жаным, қош" деп Жамал талып кетті. Зират басындағы халық Жамалға су бүркіп, кішкене тәуір болған соң алып қайтты. Сонда да Жамалдың есі бүтін кірмей, әлденендей мағынасы сөздер сөйлеп келе жатты. Зираттан қайтқан соң бабастың үйіне келіп, енді жолаушылар қайтпақшы болды. Ғалидың ата-анасы үйіне кетіп, Жамалдың шешесі Жамалды өз үйіне алып қайтты. Жамал үйіне келіп тұрған соң күннен күнге уайым қайғысы артып, жаман болып, адам баласы аярлықтай жүдеді. Байжандар істің ақыры мұндайға айналған соң, енді қайда барар дейсің деп, дауды да көп қозғамай, тыныш жата берді. Жамал өз үйінде бір ай тұрғаннан кейін Байжанға да, Сәрсенбайға да бірдей көлденең ағайындар дәлелат қылып: "Енді келініңізді алдырыңыз, пәлен түген деген кек қылмаңыз. Әуелден еш кінәңіз болмаған соң, Алла тағала жақ болып ақыры мұндай болды ғой" деп Сәрсенбайға да: "Енді сіз де балаңызды әуелі разы болған жеріңізге беріңіз" деп насихат айтты. Бұл сөзге екі жағы да разы болды. Шолпан қызынан сұрады: "Қарағым Жамал, жұрт мұнандай деп жатыр, енді қайтеміз?" деп. Жамал: "Апа, енді мен үшін жаман атты болмаңыз. Маған енді Ғали болмаған соң бәрібір. Суға батырып, отқа жандырса да ықтияр бере беріңдер. Алла тағала менің маңдайымды ашайын десе, Ғалиді мұндай қылмас ет" деп қасіреттеніп, мұңлы дауыспен жауап берді. Жұма мырза Жамалды өзі келіп алуды намыс көрген соң, Байжанның қатыны келіп алып кетті. Бір күндерде Жамал кәміл бақытты бір қыз болып жұрттың аузына ілігіп, құрбысының алды болып жарқылдап жүрген дәрежеден түсіп, ақырында мұндай қадірсіз, мұндай кемшілікке душар болып, барымтаға түскен малдай біреуден біреу алып жүргенін көрген халықтан Жамалды аямаған жан қалмады. Жиын тойда болғанда көлге қонған аққудай көрінетін Жамалды енді көрген кісі танымай қалатын болды. Жамалды Байжан үйіне келтіргеннен кейін болысы арқылы қағаз жазып, ұлыққа білдірді. Құдай қазасы болып Ғали Дүйсебек баласы опат болғаннан кейін билердің үкімі бойынша ата-анасы Жамалды алып келді. Жамал да енді бұрынғы күйеуіме тазамын деп қол қойып, подписка берді. Жамал болып, енді екі тарапымыздың да бір-бірімізден сұрайтын хақымыз, дауымыз жоқ деген соң күлі бұл іс хақындағы қарыздар отказ деп начальниктен хабар келді. Бұл оқиғалар тамам болғанда октябрь жұлдызы жетіп, жұрт қыстауларына кіре бастаған еді. Жамалдың еш уақыт ойынан Ғали кетпей,
бір минут көңіл ашып, езу тартып күлмеуші еді. Ешкіммен сөйлеспей, сөйлеген кісінің сөзін ұқпай, естімей бір түрлі дивана кісідей болып жүрді. Жұман ерегісіп, бұрынғыларын алдына келтіремін дегенсіп, не сөйлесе ұрсып, боқтап сөйлеп, бағзы уақытты түртіп түйіп қалып қорлап жүрді. Байжан мен қатыны Жамалды шын ықыласымен жақсы көрмей, баласына ақыл айтып көп тоқтатпаушы еді. Жамалдың үстіндегі киімі бек нашар болып, бағзы уақытта көздерінің алды көгеріп те қалып жүргенде, Жамал бейшара кісі көзіне көрінгенде жерге кіріп кете жаздаушы еді. Соңғы күндерде Жұманға ақыл айтушылар да болып, һәм Байжанның өзі де. Енді балам, жетер, қашқан жауға қатын ер деп көп қоқақтай берме, десе де құлағына кірмеді. Жамалға жаны ашып көріне болысатын кісі болмай, жалғыз қолынан келгені оңашада зарланып жылау ғана еді. Осылай қыстың 1-2 айы өтті. Жамалдың көрген қорлық, кемшілігін мұсылман баласына бермесін деп айтарлыққа лайық болып, тұрса аяққа, отырса басқа ұратын болды. Нендей ұрып соғып қинаса да, Жамал бір сөз қарсы айтып көрген жоқ еді. Бір күні Жұман тағы да бір себепсіз боқтаған соң, Жамал шыдай алмай: «Мені өлтіретін болсаң, бір жола өлтір, әйтпесе өзі күйіп жүрген жанымды күйдірме» деді. Жұман мына сөзді ести салып: «Я, сенің сүйіп болған байыңның күйігі басылмай жүр екен ғой, мен сенің күйігіңді басайын» деп, сол жерде тұра салып кеудеге тепкілеп, Жамалды талдырып тастады. Бұлардың үстіне Жұманның шешесі келіп айырып алып, Жұманды ұрсып: «Енді сен кісі өлтіремісің» деп үйден шығарып жіберді. Жамал 1 сағаттан кейін есін жиған соң, ақырға ақылын жиып, мен бүйтіп жүріп тіршілік қыла алмайды екенмін. Мұнанда бұл иттің қолынан өлгенше басқа жаққа кетіп өлейін деп ойлады. Жамалдың бармақшы болып ойлағаны қаладағы Фатихолла бай еді. Әйтеуір онда жетсем, біреудің самауырынын қайнатып, қызметін қылсам да қор болып, халық көзіне көрінбес едім деп, осылай ойлап жүргенде күн де батып түн болып, елде жатты. Жамалдың бұл ойлағанына қарай, осы түні Байжанның ерттеулі аты таң асып тұрған еді. Жылырақ киім киініп, ептеп шығып, Жамал әлгі атқа мініп, үлкен жолмен: «Құтқардың ба, Құдай!» деп жөнелді. Жамалдың ісі әуелде теріске басып келе жатқанмен, бұл сапарда істің сәті болмайтұғын белгісі көріне бастады. Жамал шыққан уақытта азырақ жаяу борасын бар еді. Жамал 20 шақырым шыққан уақытта боран көтеріліп, жол көрінбей бастады. Бара-бара боран әбден күшейіп, алды-артын орап алды. Қорқыныштың не екенін һәм жан-тән рақатын ұмытқан Жамалдың ойында Ғали ғана болып келе жатқан уақытта аты бір жерге келіп тұрып қалды. Сол уақытта ғана байқаса, ат әлдеқашан жолдан шығып кетіп, бір қалың омбы қарға тоқтаған екен. Атты кейін бұрайын десе, екі қолы қатып қалып, тізгінді ұстауға келмей тоңып, һәм күллі денесінің қалтырағанын сезді. Жамал бар күшін жинап алып, атын бұрып жүрген болып еді. Еш нәрсе көрінбей, жол табылмайтын болды. Осылай адасып түн ортасына шейін жүріп, өзі әбден жаурап, не болғанын білмеске айналды. Тым болмаса аттан түсіп, жаяу жүрсем жылынар ма екенмін деп түсіп жүріп көріп еді. Қалың қарға жығылып тұрып жүре алмай, бір жерге келіп бір жола құлады. Күндізінде мініліп жүріп, түнде һәм болдырған ат Жамалдың қасынан ұзамай тұрып қалды. Жамалда жан ұшырып, тұла бойы қызып бара жатқан секілді болып, үстіндегі киімдерін әр жерге шешіп лақтырып, бар даусымен: «Ғали, Ғали, қиналды жаным, қайдасың?» деді. Ақырғы тіршілігінің минуты осы болып, бір ояздай елге әңгіме болған сұлу Жамал мақсатына жете алмай, жапан далада, декабрьдің рақымсыз боранды түнде жан тәсілім қылды. Боран Жамал үшін ғана болғандай таңертең ашылып, Жамал бейшарада жолдан жарты шақырым ғана жатыр еді. Сәске кезінде қаладан келе жатқан 5-6 жолаушы әлгі жерге жақындағанда, жол үстінде қалтиып тұрған бір ерттеулі атты көріп, бұрылып келіп шүбәланып, мұның иесі қайда екен деп жан-жаққа аттың ізімен жүріп іздегенде, Жамалдың үстінен түсті. Көрсе, бір әйел адам, қасында шашылып жатқан киім. Сол жерде жолдастарының бірін жақын жердегі ауылға шаптырып, өздері күтіп тұрды. Бұлар қарап тұрмай, бұл кім екен, не қылған адам екен деп тани алмай тұрғанда,
Оқып көрсе, бұл Байжанның келіні Жамал екен. Бұл қағазға Ғалиді жоқтап, һәм басына келген зарын жазған екен. Елден кісі келіп, Жамалды Байжандарға апарып берген соң, ертеңіне бауыры суық қара жерге тапсырды. Манағы Жамалдың қалтасынан шыққан қағазды жолаушылар өздері оқып, һәм солай деп мәнісін айтып, елдеріне таратқан еді. Сондағы Жамалдың Байжанның үйінде жазып жүрген зары мынау екен. Қыздың құны 5 байтал сатылып кетті базарға. Басымнан кешкен уақиға. Емес пе лайық жазарға. Жаны ашыған шахбазлар ала жүрсін назарға. Рахимлы пенде ғаріпке нақақтан ор қазарма. Мехрибан атамыз қарамай берді ажарға. Теңіне барған қыз болса, мендей жүдеп азарма. Көрмеді Алла лайық. Ғали сынды сабазға. Көрген түстей күн өтті. Болған соң солай азалды. Қуанышыңды көрсетіп тартқызған қайғы жазаңда. Қараңғыда қалды мен, шамшырақ сөнген заманда, Ғалидан қалып не болдым, жетпеді менің қазанда. Ішіме түсті ыстық дерт қайнаған судай қазанда. Бұзылды күлкі, түнгі ұйқы, тілеймін хақтан азанда. Махшар күні болғанда қосуға Алла жазар ма? Арасында иек оттың. Мені, Алла, қор еттің. Ғариптің көңілін оңайтып дұшпанды шадылы зор еттің. Алтын гауһар асылды жерге көміп жоқ еттің. Аспахани қылышты жасты фәлші бор еттің. Жамал қыздың дауы деп саумал көл басын топ еттің. Рахматың мол құдайым, масқара мұнша неге еттің. Тоты құс едім бақшада, қара құсқа жем еттің. Хан қызындай басымды. Бір жаманға тең еттің, ботасыз нардай боздатып, мінекей, мені еңіреттің, қаһарыңды жіберіп. Тең құрбымнан кем еттің, мұндай зарлы, Ғали жоқ, ісіне көндім құдіреттің.